Қайырлы күн, құрметті достар. Біз ораторлық курстың 3-ші сабағын жалғастырамыз. Біз бүгінгі тақырыпта ораторлықтың жалпы негізгі мәселелерін алып қарастыратын боламыз. Менде сіздерге дайындаған бір 3 түрлі мәлімет бар. Бізде Стив Джобс ең алғашқысы. Жалпы аудиторияны сіз өз уысыңызда ұстап тұру, бұл өткен жолғы сабақта айтқандай, бұл басты мәселе. Ал екінші менде тағы бір сұрақ, сіз аудиторияға шыққан кезде қалай шығасыз, немесе көрермендердің назарын өзіңізге қалай аудартасыз деген сұрақ. Мысалы, Стив Джобс 2007 жылы, қателеспесем, немесе одан да төмен, немесе жоғары болуы мүмкін, нақты сан есімде жоқ, нақты жылы. Макбукты таныстыратын кезде сахнаға жүгіріп шықты. Жүгіріп шыққан соң қасында тұрған конверттің ішіндегі макбукты шығарып, бұл макбук мына конверттің ішіне сиіп кетеді деген бір ауыз сөзді ғана қолданды. Сонан соң сатылым деңгейін 3 есеге дейін көбейтті. Яғни аудиторияға шыққан кезде аудиторияның ең біріншісі назарын өзіне аударту үшін ол сахнаға еркін түрде, еркін форма, джинсы, көйлекпенен шығып, әуелгісі назарын өзіне аудартты. Сонан соң қарапайым түрде қызықты жайтпенен конверттің ішінен макбукты алып таныстырды. Сонан соң келесі кезекте бізде Иманғали Тасмағамбетов. Иманғали Тасмағамбетовтың кез келген бейне роликтерін немесе YouTube желісінде берілген, халыққа берілген жауаптарын Астананың әкімі болып тұрған кезде, яғни қазіргі Нұр-Сұлтанның әкімі болып тұрған кездегі Имекеңнің берген жауаптарын ашып қарайтын болсаңыздар, Имекеңе қойылған сұрақта ол міндетті түрде 10 секунд немесе 5 секунд пауза жасайды. Яғни көрермендерді ол өзіне міндетті түрде қаратады. Сонан соң барып сұраққа жауап береді. Және Имекеңде мынандай сөздер міндетті түрде қолданылады. Рахмет айналайын, немесе бұл нәрсені қарастырамыз айналайын. Яғни айналайын, жаным-ау, қарғам деген сөздердің өзі жылы сөзге адамның іші ериді дегендей, ортаны, аудиторияны өзіне баурауға қолданылатын бірден бір сөздердің тізімінде осылар бар. Және міндетті түрде сөз сөйлемес бұрын пауза жасау керек, осыны есіне шығарыңыздар. Және болашақ бағдарламасымен оқып келген бір жігіттің бір белгілі бір ортада айтылған сөздері бар. Ол сөздерде қазақ тілінде бір дыбыстан басталатын сөздер құрамы болады. Мысалы, Кендебайдың баласы Кембриджде оқыған жоқ, немесе Қаратаудай қамқор, Алатаудай асқар деген секілді бірдей дыбыстан басталатын сөздердің тізімі бар. Осындай сөздерді қолдану арқылы сөздің көркемділігін арттырып, риториканың жағымды жақтарын пайдалы және көркем келбетін анық айшықтап көрсетуге болатындығын сіздер естен шығармаңыздар. Және сөз сөйлеген кезде кез келген ортада оратор белгілі бір сөздерін келесі бір ортада айтуға құқылы. Яғни сіз белгілі бір айтқан сөзіңізді келесі бір ортаға барып дәл сол қалыпта жеткізсеңіз болады, немесе шыңдасаңыз болады. Яғни оны ұзақ қолдану арқылы сіз оны жеткізу жолында немесе ортада түсіндіру жолында міндетті түрде шыңдала түсесіз. Сондықтан белгілі бір ортада сөз сөйлеген кезде бір қатар өлеңді жаттап алып, сол қатар өлеңді басқа жиналыста қолдансаңыз болады. Мысалы, сөз сөйлемес бұрын Досбол шешеңнен сұраған екен, қол бастау қиын ба, әлде жол бастау қиын ба, болмаса сөз бастау қиын ба деп. Сөйтсе, қол бастау оңай, көк найзалы ерің болса, жол бастау оңай, бір қауым елің болса, бәрінен бұрын сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке, таппай айтсаң келеке қыласың демекші. Бүгінгі сөзіміздің басын әрине бастауға қиналып тұрмыз, десе де мен мына бір мақаланы оқу арқылы сіздерге түсіндірем деген секілді осылай сөзіңізді бір ортадан келесі ортаға шыққан кезде қолдансаңыз болады. Яғни бір сөзді қолдану арқылы сіз келесі жиналыста оны шыңдау арқылы тағы да айтсаңыз болады. Бір қатар өлеңді жаттап алып, оны кез келген ортада қолданып, соңында кода дейміз ғой, финальный сөзді көтеріп айтып шығып кетсеңіз болады. Мысалы, Қазақстан жасасын деген секілді қорытындымен аяқталатын. Сонан соң барып міндетті түрде паузадан соң тамаша бір дыбыстан басталатын көркем сөздерді қолдансаңыздар, міндетті түрде сіздердің бір жетістікке жететіндеріңізге кепіл.